ендеше бүгін бір кісідей жеке бізден Қазақстанның әр түкпірінде барлық мұғалімдер қатысып отыр, көріп отыр. Яғни сол кісілердің келген жауаптарына және парламент мәжілісінің депутаты Ирина Сметова ханыммен де қазір осы жерде тікелей байланысқа шығатын боламыз. Ендеше қазір экранға назар аударсақ, экранда он должен предусмотреть все стимулы учителей. И работников дошкольных организаций. Сократить нагрузку, оградить от... Он должен предусмотреть все стимулы учителей. И работников дошкольных организаций. Четвертое. Считаю необходимым разработать и принять в следующем году закон о статусе педагога. Он должен предусмотреть все стимулы для учителей и работников дошкольных организаций. Сократить нагрузку, оградить от непредвиденных проверок и свойственных функций. Слушайте, на местах, на учителя взваливается все, что угодно. Туды проводят учителя, агитацию ведут учителя, что-нибудь надо сделать от учителя. За это никто не платит им. Надо их освободить, они же должны готовиться к урокам. Они должны работать в положенное время. Вот закон нужен для того, чтобы еще и проверять их без конца. Енді осы күнге осы президент жолдауынан кейін білім және ғылым министрлігі алдыңғы жылы 10 қаңтар күні бұл заң жобасын талқылаған болатын. Талқылап ары қарай осы қаңтардың аяғына дейін үкіметке ұсынып, оны ары қарай парламентте талқыланып, ары қарай жаңағы президентке қол қоюға. Енді бұл заң жобасы ашық үкімет порталында тұр. Кез келген адам көшіріп алып, оқып, жаңағы көруіне болады. Енді осы заң жобасын білім және ғылым министрлігі таныстырғаннан кейін осы біздің Қазақстанда бұқаралық ақпарат құралдары осы заң жобасында қандай жақсы нәтижелер, қандай мұғалімге қатысты жақсы Дәптер тексерген үшін қосымша төлемақы қалалық білім басқармасы ұстаздарды жиып аталған заңды талқылады. Дулат Әбибуллаев жалғасын. Ләззат Олжаева жас маман 4 педагогикалық университетте оқыды. Жаңа заң қабылданса 47 жастан еңбекке шыға алады. Себебі оның студенттік жылдары еңбек өтіліне кіреді. Яғни университеттен кейін 26 жыл үздіксіз ұстаз болып істесе болғаны. Оған бала күтіміне байланысты үйде отырған мерзімі де кіреді.
Мен мысалы өзім жас маман болсам да осы мектепте мен уже 3-ші жылда жұмыс жасап жатырмын. 4 жыл универде оқығанның арқасында мен уже қазіргі таңда 7 жыл жаңағы жұмыс өтілім бар. Сондай-ақ заң жобасында мұғалімдерге жылына сауықтыруға қазіргідей бір емес 2 жалақы көлемінде көмек беру қаралған. Дәптер тексеру мен сынып жетекшілігіне 15 мың теңге болса да, жас мұғалімдерге ғылыми атағы бар ұстаздарға да қосымша ақша төленеді. Бұл жаңашылдықтардың көпшілігін педагогтардың кәсіпорын қосуда. Мысалы дейтін мынау балабақшада жұмыс жасайтын методистеріміз біздің олар дейтін әдіскерлер дейміз ғой, олар 42 күн демалады. Ал енді мектепте жұмыс жасайтын ұстаздар, мынау жоғары оқу орындарында жұмыс жасайтын ұстаздар, колледждарда жұмыс жасайтын ұстаздар бәріне бірдей 56 күн еңбек демалысы беріледі. Осындай мынау заң жобасына біз норманы қостық. Жаңа заң бойынша астаналық ұстаздарға 25% үстемақы төлеу қаралған. Елордалық ұстаздар бұл жаңалықты қуана қарсы заңмен ата-анамен ұстазға қатынасы да И хотят увидеть учителя. Ата-ана келген уақытта мектепке келіп, мұғалімді сабақтан шығарып алып, баласының бағасымен өзге сұрақтарын сұрай алады. Ендігіде ата-ана мен ұстаздың кездесуі нақты және алдын ала келісілген уақытта болады. Құжатты жасақтау тобында 6 адам бар. Олар ұстаздар рөлін арттыру үшін жаңа мемлекеттік награда бекітуді де ұсынған. Заң жоспар бойынша алдағы маусымда қабылданады. Дулат Абикулаев, Шапан Шаттай, Қазақстан ұлттық телеарнасы. Енді осы жаңағы елде көргендегідей бізге бұл қоғам назарын аударып отырған екі жаңалық нәрсе бар. Ол бізде зейнетақы, сосын кейін жаңағы мұғалімдердің өздерінің кәсіптік қызметіне қатысы жоқ жұмыстарға тартуы. Енді осы орайда бізбен тікелей эфирге байланысқа шығып отырған Қазақстан Республикасы Мәжілісінің депутаты Алло. Алло. Елена Владимировна, здравствуйте. Здравствуйте. Мы здесь вот обсуждаем законопроект о статусе учителя. У нас некоторые вопросы возникло, я буду отправляться. Вот нас радует рассмотрение обсуждения закона о статусе педагога. Особенно вот педагог на пенсию по выслуга лет. Нас беспокоит тот факт, что руководители школ, заместители директоров, которые посвятили свою жизнь в школьной системе, известными своими деловыми способностями, иногда вынуждены работать в отдаленных населенных пунктах по достижению пенсионного возраста. Не будут учитываться стаж работы за время, проведенное на руководящих должностях, не смогут выйти на пенсию в услугу лет. Как будет решаться этот вопрос? В советское время из-за таких время законов пострадало много педагогов. Хотелось бы услышать ответ на этот вопрос. Понятно. Вы говорите об администрации. Да. Значит, администрация также относится к педагогическим работникам. И поэтому на них будут распространяться все те же возможности, которые будут учителей. Ну, конечно, у нас сейчас администрация находится в худшей ситуации, нежели педагоги. И на это нужно обратить внимание. Вот это ваше замечание, я думаю, возьмет во внимание Министерство образования и депутаты. Потому что законопроект сейчас обсуждается с министерством, затем он пройдет в парламент, будет разбираться и рассматриваться на жителях парламента, затем в Сенате, потом только каждый подписывает президент, что считается. И таким образом еще через большое сито пройдет этот законопроект. И можно будет дать свои поправки и изменения еще до июля месяца. В целом, например, мне нравится, как обсуждается данный законопроект, и хотелось бы, чтобы мы сами учителя написали свой закон о статусе учителя.
Спасибо вам за переживания. Еще вот один вопрос для Алматы. Педагог Базиль Хорбай. На сегодняшний день базовая зарплата составляет 17 697 тенге. По расчету это самый низкий прожиточный минимум. У всех педагогов приравненных лиц. Предложение базовой зарплаты начисляет исходя из самого низкого прожиточного минимума, который на сегодняшний день составляет 25 500 тенге. Так как инфляция поглощает большую часть, не хватает на скромное проживание, приходится выживать. На сегодняшний день зарплата учителей при разных лиц движется из расчета до 2015 года 17 697 тенге. По данным с 2012 года бюджет составляет 25 500. Мое предложение законопроекта, что инфляция не осуществлялась вести расчет. Потому что когда увеличивают заработную плату, массовую должностную плату, называют 30%, на самом деле это получается цифра 3 тысячи, которая на самом деле просто не повлияет на решение качества жизни. Запрос об изменении базы должностного оклада сделала недавно депутатка Радушина. Она и говорила о том, что этот базовый оклад нужно менять, связывать его может корзину проживания, еще другой цифры, кто-то индексирует на любовь. То есть вопрос рассматривается, и я думаю, будет принято решение. Я еще раз все запрос и по этому поводу. Хорошо? Хорошо. Спасибо большое. Следующий вопрос. Вот, подписывал учитель Алматы Айман Сагидулла. Вот, 14 статья социальной гарантии, 5 пункт, второй подпункт. Если исполнительные органы в утверждении порядка в объеме содействуют в выплате коммунальных услуг по собственному бюджета. Это пункт указан в законе об образовании. Если акимат выделяет сегодня средний размер 12 тысяч тенге в зависимости от бюджета. Почему на достаточном уровне не выделяется выплаты на коммунальные услуги? Будто маленьким детям активно улучшает 12 рубля. Поэтому нужно убрать из закона порядок, утвержденный местными исполнителями, и утвердить определенный объем на достаточном уровне. Или не стоит упоминать о социальных гарантиях. Понятно. Я согласна с учителем, который говорит, меня бы тоже поколебало, мы натали себя и там государство. И таким образом, если я занимаюсь анализом, гарантии, как будто бы подарок. Хотя это обязательно. Я с вами согласна, что нужно определить специально то, что должны сделать единственные органы, а не то, что они захотят делать. Потому что, возможно, нужно, как полностью выплачивают из себя 1000 тенге. Вот мне это чтобы помочь за оплату коммунальных услуг. То есть это неправильно, я считаю, что согласна. Родители с собой работают. Хорошо. Вот еще один вопрос у нас был. Ирина Владимировна, здравствуйте. Секретарь Ражана Кинаятовна, у меня к вам вопрос. В законопроекте выполнение социальных гарантий педагогическими преобладающими органами являются местные органы. Почему их не обязать? Нужно, я считаю, что нужно в этом месте изменить на обязанные, а не правомочными. Я ничего не поняла. Еще раз скажите, пожалуйста. Ирина Владимировна, да. у меня к вам вопрос. В законопроекте выполнение социальных гарантий педагогам правомочными преобладающими органами являются местные органы, исполнительные органы, которые должны выполнить социальные гарантии.
Почему здесь не обязательно? Нужно в этом месте, я считаю, изменить на обязанность. Я с вами согласна. В том смысле, что формальные гарантии можно обязать. Потому что все местные органы имеют разные бюджеты. Они не всегда одинаковые и могут оказать одинаковую помощь. Поэтому минимальные гарантии, скорее всего, можно прописать как обязательное. Я вам согласна. И это предложение нужно спросить и в Министерство образования, и затем как поправку в мажоритарную. Ирина Владимировна, следующий вопрос. В 14 статье, где-то первый пункт, по-моему, указывается, что 25% коэффициента повышается ассанинским педагогам. Это, конечно, очень возмущает других педагогов Республики Казахстан. Почему отдается такая привилегия только ассанинским учителям? Вы знаете, здесь спорный достаточно вопрос, потому что в Москве идет большая миграция. Сюда прибывает очень много людей. Открываются новые школы. Здесь не хватает учителей. По сути, данное решение могут прийти на местный уровень местных отказов. Без вынесения законопроекта закона. Может быть, такое решение хотят принять еще как Материалскую область, или Мактусауская, или я считаю, что из Калужского, один возможно, это Калужской области. Такие решения могут принимать на местном уровне. И тогда нужно проверять, что не только учителя количество, а местные органы могут принять такое решение. Если каждая область сама будет решать, то это, я считаю, что это не выход из этого положения. Как, опять же, будет не уравниловка. Нет, вы понимаете, какая ситуация? Смотрите, здесь встает вопрос о том, что, например, цифровые ресурсы, да, вообще должны получать какую-то зарплату за то, что они живут на службе. Как когда-то были выданные. Да, ну, почему? Потому что там 7 месяцев дома, там нужно очень много денег, там нужно хорошо кушать и так далее. Там не дороже. Поэтому это выход из положения. Если, например, считаю, что у них есть учителям своего ребенка, очень но понимаете гарантию, да, которую у всех должны быть у всех одинаковые. Ирина Владимировна, вы говорите о минимальных социальных гарантиях. На данный момент сейчас компенсация за топливо, она опять же не единая по Казахстану. Вот поэтому нужно указать отсюда единую цифру, какие-то единые нормативы. Да, а уже дальше, если местные органы имеют возможность, пожалуйста, пусть он входит. Что-то нужно тоже в этом не прописать, что они имеют право это сделать. А иначе они не будут иметь право это сделать. Даже на сегодняшний день мы не можем получить даже те вот коммунальные услуги на данный момент, вот 18-19 год, мы не получили за 18 год. Вот я вас попрошу, коллеги, вы контакты, пожалуйста, письмо ко мне со всеми нарушениями. Вот не могу школу. Вы укажите письмо, где что происходит. Что я сделаю запрос, нет, где минута, что это потому что когда нужно использовать учителя, кажется, сборщиков, дворников, учителей не будет. А когда... Это неправильно. Мы считаем, учителя нашего региона считают, что 25% нужно обязывать. Все-таки это будет большое волнение среди учителей, так как почему привилегия отдается только одному региону. Давайте мы это предложение в Министерство образования, в Министерство образования обратился Акимат Оксаны, видимо. Давайте мы это обсудим.
Да, и уже сообщил, какое решение будет принято. Это как сказал. Спасибо вам большое. Ирина Владимировна, спасибо вам огромное. Мы продолжаем. Спасибо. И я очень попрошу поставить медику с основными проблемами существующими, чтобы мы могли сейчас посетить леса и доставить статью. Хорошо. Спасибо вам большое. Успехов. Құрметті әріптестер, енді бұл жерде жаңағы коммуналды услугты бізге төлету, сонымен қатар көптеген бағыттарда мысалы көбінесе жергілікті қазіргі орындамай отырған әкімшіліктерге басқа негізде беріп қойған, онда ең сонда біз мысалы олар өздері жергілік, өздері енгізудің ұсынысымыз бұған республикалық бюджеттен және барлық жерде бірдей болса деген ұсыныс болған. Мысалы Түркістан қаласында 2000 теңге беріп, Қарағандыда 5000 теңге беріп, біз жақта мысалы 11 мың, 12 мың беріп, тағы бір жерде мысалы 22 мың теңге төлеген, енді ол әрине ұстаздардың наразылығын тудырады. Енді біз бүгінгі талқылауға бүкіл осы біздің шығып отырған ауданымыздың мектептердің барлығына 2 апта бұрын қатынастарын жіберсек, соның ішінде аудан кәсіподақ, білім бөлім басшыларына, аудандық әкімдікке түгелдей жаңағы осында қатысып, өз ойларын білдіруге ұсыныс білдірген, бірақ өкінішке орай ешқайсысы келген жоқ. Енді біздің тағы бір айта кетпеске болмады, сонау солтүстік Қазақстан облысынан бізде жаңағы Төлеу Қанязов деген Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университетінің аға оқытушысы. Енді бізде қазір білім және ғылым министрлігімен байланысқа түсу не болған жоқ, мүмкін не болмай тұр. Сондықтан осы ұсынысты оқып кетті, дегенде ешкім қарсы болмай шығар деп ойлаймын. Өйткені мұғалім мәртебесі туралы заң мектептегі мұғалімдерге де қатысты емес, ол жалпы жоғары оқу орындарының мұғалімдеріне, мектептегі тәрбиешілерге барлығына қатысты деп ойлаймын. Ол кісі жоғары оқу орындарының ұстаздардың жалақысы 2012 жылдан республикалық бюджеттен қаржыландырылмайды. Жоғары оқу орындарында қарапайым оқушылардың, магистр оқушылардың жалақысы 2012 жылдан өскен жоқ. Бұл асыл сындық. Сонда ел бюджетінен қаржыландыру тоқтаған үшін жоғары оқу орындарының ұстаздардың екі нәрсі бар. Бұл ұстаздар қалай сапалы, бәсекеге қабілетті сапалы мамандарды даярлай алады. Жоғарғы оқу орындарының академиялық еңбектігін басқару туралы заң қабылданғанымен, жоғарғы оқу орындары жергілікті қаржылық жақсы жағдайға жету үшін ұзақ жылдар керек. Сонда бұл қол ұстаздардың әлеуметтік жағдайы мен жалақысы ұзақ жылдар осылай қала береді. Елдегі ұстаздардың 30%-на жуығын құрайтын ұстаздардың мұндай мәселелер заңмен қорғалмаса қандай заң болып шығады? Сондықтан елдегі педагог қауымның 30%-на жуығын құрайтын жоғарғы оқу орындары ұстаздарының мәртебесі, жалақысы, мемлекеттік әлеуметтік кепілдіктері туралы мәселені тұрғын үй алуда медициналық қызмет көрсетуде балалардың балабақшаға орналасуына қатысты жаңа заңда белгілі талаптар қарастырылу керек деп санаймын. Қазіргі кезде жоғарғы оқу орындарында 2012 жылдан бері еңбек ақысы тек жоғарғы оқу орындардағы еңбек өтіліне байланысты ғана үстемақы төленеді. Орта мектепте, орта кәсіптік оқу орындарында істеген еңбек өтілі есепке алынбайды. Сондықтан жаңа заңда мұны есепке алатын арнайы бапшат енгізу қажет деп санаймын. Елдегі көптеген жоғарғы оқу орындарында ұстаздардың жылдық сағат жүктемесі және ғылым министрлігі бекіткен нормадан әлдеқайда көп. Бұл норманы сақтау үшін заңда нақты баптардың заңдастыру қажет деп санаймын. Сондықтан елдегі мектеп түлектері, білім алатын жоғарғы оқу орындарында ұстаздардың мәртебесі, әлеуметтік жағдайын мектеп мұғалімдеріне қорғау керек деп есептейміз деп осы кісі өзінің ұсынысын берген екен. Енді мұғалім мәртебесі туралы заңмен, педагог мәртебесі туралы заңмен барлықтарыңыз оқып танықты деп есептеймін. Сондықтан осы неде біз
талқылауға ақпарат және өздеріңіздің ұсыныстарыңызды қоса мысалы айтып отырсаңыздар. Енді біз осы орайда тағы да басқа да ұстаздармен байланысқа шығамыз деп кетіп отырмыз. Сонда бізде қазір бізден байланысқа шығатын Аяттан Ахметжан Республикалық қазбілік орталығының директоры, сол кісіге қазір қоңырау шалып, сол кісіге пікірін біле кетті. Жақсы, ол кісінің телефоны сөндірулі еді. Қазір байланыс аясынан түсіреді. Енді бізде осы жеке барлық жаңадан қабылданған отырған заң жобасымен таныстырып шықты. Бірінші бұл барлық жерлерде талқыланып жатыр. Енді бұл жерде бізде заң жобасында тағы бір келіп отыр. Соның бірі бізде 9-шы бапта педагогке кәсіптік қызметке рұқсат беру дейді. Бұнда бірінші педагогтың кәсіптік қызметпен айналысу құқығы ұлттық біліктілік тестілеуден өту нәтижелері бойынша құжат алған жағдайда туындайды дейді. Сонда біз жаңағы университет бітіргеннен кейін жоғарғы ұлттық біліктілік тестілеуге барып, сол жерде мысалы біз сертификат алу керек деген сияқты мағынада. Одан кейін екіншісінде педагогика жоқ, бірақ тиісті мамандық бойынша жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі білімі және біліктілігі бар адамдарға тиісті педагогикалық қайта даярлау өткеннен кейін ұлттық біліктілік тестілеуден өту нәтижелері бойынша сертификат алғаннан кейін педагог ретінде кәсіптік қызметпен айналысу құқығы беріледі дейді. Сонда мысалы бұл жерде мысалы сіздер 4 жыл 5 жыл педагогикалық университетте, институтта оқисыздар, сол арқылы педагогикалық мамандық алып шығасыздар. Ал екінші бабында бұл педагогикалық білім жоқ. Яғни жаңағы мысалы алып қарасақ, мысалы жаңа компьютерлік жүйелер, тағы басқа программист дегендер бар ғой. Мысалы солар қайта даярлаудан өткеннен кейін тест тапсыру арқылы педагогикалық қызметпен айналысу рұқсаты. Осы жерде жаңағы бұл қалай болады екен деген сұрақтар тұр осы жерде. Осы туралы бірден айтыңыздар ма? Бұл бапта енді педагогикалық, 4 жыл педагогикалық оқу орнында оқып бітірсе, тестін алса, училканы сол кезде педагог болады. Ал енді училканы бітіріп, одан кейін даярлаудан өтіп, айту білгенін өтіп, одан кейін мектепке жібергені бұл мектеп есептеймін. Себебі мектепте осыдан кейін случайный педагогикамен байланыс кездейсоқ адамдар пайда болмай ма? Білім сапасын төмендеуіне әкелмей ма? Және де инженер маман 4 жыл оқыды, ал даярлау қанша уақытқа даярлаудан өтеді деген сұрақ туындайды. Ол 1 ай даярлаудан өте ма? Оған да ұзақ мерзімге. Сондықтан мүмкін ол 2 апталық даярлаудан өтіп, тесттен өтеді. Ал ол соның уақыты жеткілікті ма? Нақты мына жерде мына бапта алыну керек деп есептеймін. Алынбаған жағдайдың өзінде даярлаудан өтетін мерзімін нақты көрсетілсе. Жақсы, енді бізде YouTube-ға қосылған көрермендердің ішінде мектептегі ер мұғалімдер мәселесін туралы жазып отыр екен. Сонда ер мұғалімдер дегенде бізде мысалы Жапонияда дамыған мемлекет жоғарғы жоғарғы сыныптарды 80% ер мұғалімдерді оқиды екен. 80%. Бұл туралы бұқаралық ақпарат құралдарында көтеріліп жүр. Мысалы бізде өзі қарап отырсақ, коллективте 50 мұғалім болатын болса, соның 4-5 ғана мысалы ер адамдар. Енді біздің ауданда мысалы гимназияны айтуға болады, 60% ер мұғалімдер деп айтуға болады.
Сол сияқты мектептер қазір өте сирек. Мысалы, бастауыш сынып мұғалімдері де сирек, ер мұғалімдердің барлығы. Мен өзім білетін бір ұстазымда, жақта жұмыс істеп жүр, Мұқан Сәрбек деген кісі. Ол кісі, мысалы, бастауыш сыныптың мұғалімі, ер мұғалім. Сол мәселе жөнінде қуаныш айтып жүрсеңіз. Жақсы, рахмет. Енді бұл осы жалпы соңғы уақытта жиі айтылған және осы 5 жыл көлемінде айтылып та жатылып та көтеріліп жүрген мәселелердің бірі. Осы мұғалім мәселесі заң жобасы дайындалу барысында да әлеуметтік желілерде осы тақырып өте қызу талқыланды. Жаңа Мейіржан өзінің айтып өткендей, расында да біздің Қазақстанда қазір 8 мыңға жуық мектеп бар болатын болса, сол 8 мыңға жуық мектепте қызмет атқаратын ер мұғалімдердің сапалық құрамы 20%. Яғни бұл мүлде аз деген сөз. Енді мен өз басым ойлаймын, елбасынан су туса, етікпенен су кешкен, ауыздықпен су ішкендер жалпы ерлердің қоғам мен отбасында қандай орны болатын болса, мектепте де ер мұғалімнің орындары сондай болу керек деп ойлаймын. Сол себептен мектеп ол қоғамның ажырамас бөлігі. Сондықтан мектепте ер мұғалімдер санын көбейту мәселесі келешек болса алдағы заңда арнайы бап болып енгізілсе деген ұсыныс бар. Бұл енді заң жоба, бұл жоба күйінде тұр, қазір әлі бекітілген жоқ, әлі бекіген жоқ, маусымға дейін енгізуге уақыт бар. Бұл жоба үкіметке барады, үкіметтен парламентке, парламенттен сенатқа, ең аяғында елбасымыз қол қойып ұсыныстарын пысықтайды. Осы маусымға дейінгі уақытта осы ер мұғалімдер туралы арнайы бап, ер мұғалімдер санын көбейтуге байланысты арнайы шаралар болады деп үміттенеміз. Рахмет. Енді бір осы орайда тағы бір неге сұрақтар келіп түсуде, жаңағы Твиттерда бір кісі жіберген екен. Қазір бізде қазір заң жобасында мысалы алдыңғы проект 2 рет шықты. Біз мысалы желтоқсан айында танысқан кезде мысалы 5 күндік бізде қазір оқу жүйесі ғой. Бірақ енді соған қарамастан мына сенбі күндері бізде жұмыс сабақ болсын, болмасын мұғалімдер көбінесе мысалы мектепте жүреді. Сонда бұл жерде алдыңғы жобаларда көргенде бұнда жаңағы егер бізде көп жерде мектептерде 2 ауысымды, 3 ауысымды мектептер, келмейтін мектептер бар. Әзірге осы сенбі күні оқып отырған мектептер. Ал кейбіреулерде мысалы 2 ауысымды, 1 ауысымды мектептер, олар сенбі күні бізде сенбі күні мысалы жұмысы жоқ болса да, бар болса да, сол сенбі күні мектепте жүреді. Енді осы орайда сіздің бір айта кететін орындарында айтып жүрміз. Білім және заңы бойынша мұғалімнің негізгі жұмыс ставкасы мысалы 18 сағатты болады. 18 сағат. Кейбір жерлерде мысалы 18 сағаттан асуы мүмкін, өйткені мысалы вакансия орын болуы мүмкін, сол сияқты кейбір жерлерде мысалы жетімдер алуы мүмкін. Сонда бізге еңбекақы төлеген кезде бізге 18 сағатқа ғана төлейді. 18 сағатқа ғана төленеді. Сосын кейін жаңағы ол жерде 18 сағатқа төленгеннен кейін ол үшін жаңағы өздері заңнан ашып қарасаңыздар, мектепте жүрген уақыты, қоңыраулар арасы, фиткеңестерге қатысқаны, іс-шараға қатысқаны, соның барлығы келеді. Одан кейін мұғалім мысалы үйде отырып дайындалғаны керек. Ол үйде отырып қанша сағат дайындалады, оны ешкім білмейді ғой мысалы. Сондықтан бақылауға келмейтіндіктен бізде 18 сағатты толық қалдырады да, ол жаңағы сағатқа толмайтын болғандықтан қалған бос уақыттарымыз жаңағы уақыттарымыз толтырады. Сонда бұл жерде енді заң жобасына осында жаңағы қарастырады деген үміттен, сол жерде қарастырмай, бір жақты қарастырмай отырған себебі менің ойымша бұл жерде мысалы 2 ауысымды, 3 ауысымды мектепте сыйлап жатқан балалар бар, тағы басқа. Солардың мәселесімен тікелей байланысты ғой деп ойлаймын. Енді қазір 5 күндік
оқу ауысымның 5 күндік оқу. Енді сенбі күні мұғалімдер өз еркімен келеді деп есептемейміз, себебі ол мәжбүрлі түрде келеді. Ал мәжбүрлейтін ол мектеп басшылары. Сондықтан бұл мұғалім мәртебесі заңында бұлда қаралса, егер де ол сенбімен келген жағдайда қандай да бір басқа бола ма? Енді осында ескерсе, бірақ мұғалім өз еркімен сенбі жұмысқа келгісі келіп тұрған жоқ. Себебі оның жұмысы бар, және де сабаққа дайындау, дидактикалық материал дайындау. Ал директорлар әр аудан өзін алсақ, аудан ішінде бір мектепте суббота сенбі күні жұмысқа келеді, бір мектепте сенбі күні жұмысқа келмейді. Сонда бәріне талап бірдей болса, ал талап әртүрлі. Тағы да біргелкі дүние жоқ. Енді бізде тағы сұрақтар балаларға тәрбиелеушілер солар жайында болып отыр. Олда мысалы қазір мына жерде білім жобасын, заң жобасын қарайтын болсақ, бұл заң жобасында педагогтардың жаңағы теңестірілген деген бар, сөзі мысалы сол теңестірілгенде соның барлығы кіргізеді деп ойлаймын. Өйткені кеше талқылауда бізде мысалы бұрын туралы заңда педагог қызметкерлерге келіп отырдым. Мысалы тәрбиешілерге Алло. 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 Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Сізден мына сұрақ 9 сұрақ 7 сұрақ бойынша қызметін қамтамасыз ету шарттары және 11 сұрақтарды соған туындаған қарама-қайшылықтар туралы айтып өтсеңіз. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мәртебесі туралы заң жобасының 7-ші бабының 3-ші тармағында материалдық техникалық қамтамасыз етуді оқыту және тәрбиелеу құралдары мен жарақтандыру, ұйымдастыру, білім беру ұйымына жүктеледі. Білім беру ұйымына жүктеудің қажеті жоқ деп есептеймін. Себебі мектептің жеке қаражаты жоқ. 7-ші баптың 3-ші тармағын алып тастап қамтамасыз етуді мемлекет өз мойнына алу қажет. Енді 7-ші баптың 4-ші тармағында педагогке өз қаражаты есебінен оқу тәрбие процесін қамтамасыз ету үшін қандай да бір тауарлық материалдық құндылықтарды сатып алу міндетін жүктеуге жол берілмейді делінген. Бірақ дәл өкінішке орай осы бапта қарама-қайшы тағдыр бап бар. Ол 11-ші баптың 12-ші тармағы. Педагогтың өзінің кәсіптік қызметінде ұйымдастырушылық және материалдық техникалық, оның ішінде оқыту және тәрбиелеу құралдарымен қамтамасыз етуге құқылы екені айтылған. Яғни мұғалім сол құралдармен қамтамасыз етуге құқығы бар делінген. Осы баптардың негізінде мектеп директорлары материалдық техникалық қамтамасыз етуді, оқыту және тәрбиелеу құралдарымен жарақтандыруды ұйымдастыру барысында өз қалауымен сатып алып берді деп мұғалімдерді қинап, шаштырып алдырып жүрмейді. Мені мазалайтын осы сұрақ, басшы 11-ші баптың 12-ші тармағында заңнан алып тастағаны дұрыс деп есептеймін. Одан кейін 7-ші баптың 7-ші тармағы бойынша не айтасыз? Қай мәселе бойынша? Жергілікті атқарушы органдар білім алушылар дамыту, оқыту және тәрбиелеу үшін қолайлы әрі қауіпсіз жағдайды қамтамасыз ету мақсатында қосымша шаралар қабылдауға құқылы деген. Құқылы деген дүние болмай, міндетті болу керек, менің ойымша. Міндеттеуі құқылы демеу керек. Әрине. Жақсы, сұхбатыңызға рахмет. Жақсы. Енді осы орайда сіздер не айтасыздар осы туралы? Айтарларыңыз бар ма осы?
сөзіңізді пікір қосыңыздар. Пікір қосыңыздар. Және сапарға байланысты Жалпы жоба бойынша. Бұзырақай. Сіздер пікірлеріңіз дайын болғанда бізде тағы бір не бар. Бұл осы бұрын білім туралы заңның мұғалім мәртебесі деген бөлімінде арнайы бір тармақ болған. Онда жаңағы білім алушылар мен оның ата-аналары мұғалімдерді, педагогтарды құрметтеуге міндетті деген. Енді бұл бағыттар қазір заң жобасы қабылданатын болса, осы бағыттардан алып тасталынады. Сонда осы қарастырылып отырған педагог мәртебесі туралы заңда білім алушылар мен олардың ата-аналарын педагог құрметтеуге міндетті деп жазылғанда, ал педагогты білім алушылар мен олардың ата-аналарын құрметтеуге міндетті деген және қарастырылмаған. Яғни осыған да келешекте осы заң жобасын тағы да енді ол қатып қалған қағидамен тағы да өзгерістер болатын шығар. Сонда осы да ескерілсе деген жеке ұсыныстарымыз бар. Тағы да сапарға байланысты сапарға байланысты шығындарын өтеді. Сапар жергілікті жоқ, соны жергіліктіден алып тастасın. Жетінші бап бойынша мұғалімнің және сапар дегенімізде ол курсқа бару, немесе баланы оқушысын жарыстарға бару, сол жерді түсінеміз. Ал қазіргі заманның действующий закон дейміз ғой, еңбек кодексін алсақ, білім туралы заңды алсақ, сапар шығындары өтелуге тиіс. Бірақ қазіргі уақытта осы заңдар орындалмай тұр. Себебі сапар шығындары тек қана жергілікті атқарушы органдарға міндеттелген. Ал жергілікті атқарушы органдар, мысалы біз Тарбағатай ауданын алсақ, бізде дотационный район деген шығындары мүлдем бөлінбейді. Енді бөліну үшін міндетті түрде облыстан және бюджеттен бұйрықта сапар шығындары төленсін деген бұйрықта жазылу керек. Ал жазылмаса ол бұйрықта, онда ол төленбейді. Сонда мұғалім қайда барып сапар шығындарын өтеп алу керек, қайдан? Осы жүгіну керек. Сонда мұғалімді осы сапар бойынша кім қорғайды? Ал енді білім заңы, еңбек кодексінде сапар шығындары өтелмей тұрғанда қазіргі уақытта сол заң орындалмай тұрғанда мұғалім мәселесінде орындалуға бізде күмәніміз бар. Осы жобаның ішінде болашақта бұл сапар шығындары орындала ма? Өтелу. Соған байланысты қорытындылап айтқанда, сапар шығыны деген арнайы белгілі бір баптың ішінде тармақ тұр ғой. Сол тармаққа сапар шығындары мемлекет тарапынан бөлінсін деген сөз бар. Жергілікті деген сөз алынып тасталса, өйткені жаңағы әріптесім айтып өткенше, біздің аудан тікелей осы катастрофия қарап отырған, бізде ол тұрмақ жаңағы қылмыстылығының мөлшері өте аз кетеді үлкені. Жақсы, олай болса, осы мұғалім педагог мәртебесі туралы заңға өзінің ұсыныстарын, пікірлерін әлеуметтік желіде, басқа да жерлерде қорғап, өз ұсыныстарын білдіріп жүрген алматылық әріптесіміз бар. Алматылық әріптесіміз Сүйіп ағамыз. Алло. Алло. Айта беріңіз. Енді мынау жазып барлығы дұрыс деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Мына не бар? Иә, онда сен айтқан деген басқа қалдық дейді.
микрофонда. Iya, jadi organlar şişiyle mi bu? Yani virüs ama aslında sözlerler çok Sizin dağıtımda kesmeyeceğim. Tamam, resmi aldı. Bak bilen, sizin kadar bilen, mesleği. Kaytadan özüm sündürüp vereyim de, oxtam arkasınızda. Size de bu sizin aytıp oturmaya en başında bizde alırası bir zaң жобасы қараған кезде бұл жерде ең бірінші әлеуметтік кепілдіктер дегенде республикалық деңгейдегі дәрежедегі қалаларға 25% қойған. Сол 25% барлық республикалық деңгейдегі қалаларға төленеді деген. Оның кейінгі жобасында Қазақстанның астанасында жұмыс істеген үшін өзгертілген болды. Сол жаңағы мейіз жүзінде халыққа деген ұсынысы, сосын кейін жаңағы бізде жаңағы көтермелеу құқығы, сосын кейін барлық нәрселердің барлығын бізде әкімдіктер беруге құқылы деген. Ол құқылы деген сөзі міндетті деген сөзбен ауыспай бізде ешқандай нәтиже бермейді деп өзінің жеке ұсыныстарын білдіріп отыр екен. Айтарларыңыз бар ма? Енді ол сіздің сұрағыңыз жаңағы жергілікті кәсіби дамуы. Бірақ нақты уақыты берілмеген, қайта даярлау. Ол ең басында жаңағы бізде заң жобасы қабылданған кезде білім және ғылым министрлігінде ол 78 адамның құралған комиссия қараған, соның ішінде колледж директоры ғой. Жаңағы үздіксіз білім ала беру керек деген сияқты. Мысалы қазірде курсқа барып жүрсіздер ғой. Сонда ол бұрын білімділікті арттыру 5 жыл болса, 3 жылдық ұсыныс берген еді. Бізде аттестациядан өткен кезде мұғалім 5 жылда бір ма, 3 жылда бір ма, сіз өттіңіздер? Жоқ, ол аттестацияға қане сертификатыңыз деп сұрайды. Мен мысалы қалай мұғалімде барып жүрмін. Мына сертификаттың уақыты қалған, мына кәсіби неменесі даярлауы жоқ дейді дағы, оның өзін бір нұсқа қояды. Ал енді мына жерде уақыт көрсетілмеген. Ал мен енді мұғалімді жіберуім керек. Кәсіби даярлануға. Мен келесі жыл барамын дейді. Немесе одан кейінгі жыл барамын дейді. Қазіргі уақытта мысалы сізге 5 жыл толықпайды, сіз енді кәсіби даярлауға бару керексіз деп міндеттеп жіберемін. Енді педагог айтады, мен өзім білемін қай уақытта барамын дейді. Сонда бұл айтып тастадан да алынып қалады ма, қалай болады? Ол біз жаңағы мына заң жобасының ішінде жеке бұл заң жобасы ғана шықпайды. Бұнымен бірге басқа да заң жобалар өзгереді. Соның ішінде зейнеткерлікке жаңағы
11-ші ұлттық зейнеткер бір бақта өзгеріп, зейнеткер жасқа қатысты. Сосын кейін жаңағы білім туралы заң 50-52 баптар алып тасталады. Сол сияқты қандай бір өзгеріс енгізіледі. Бірақ бұл жерде айта кететін жағдай педагогтың аттестациядан өткізу қағидалары деген бар. Қазір жаңадан шыққан, мысалы барлықтарын тапсырып өткізді ғой. Сол өткізіңіздер, сол қағида бойынша кетуі мүмкін. Өйткені оған шыққан өзгеріс туралы ештеңе айтылмаған бұл жерде. Ол қағидада тұрғанда тек қана мұғалімнің қайта даярлаудан өту туралы сертификаты кіру керек. Қажетті құжаттардың ішінде тұр. Бірақ мұғалімдер егерде міндеттелмегеннен кейін мен мұғалімді міндеттеп жібере алмаймын. Өйткені жаңа жерде сіздер айтып отырсыздар, мектептің басшылығы деген нәрселерді. Мен енді бұл кісіні міндеттейтін болсам, ол өзінің жеке амбициясы деген нәрсені айтады. Ол кісі жаңағы креслосын пайдалану дегенді айтады. Енді ол кісіні 3 жылда бір рет жіберуге сіз оқуға бару керексіз. Мұғалім өздігінен қайта даярлау туралы айтып отырмын. Өздігінен мұғалім біліктілік арттыру курсына бармайды. Мұғалімдердің бір несі біз жақсы мәртебені айтайық, бірақ біз жерде өзіміздегі бар кемшілікті айтуымыз керек. Мұғалім өте білімді адам. Бізге қажетті нәрсені сұрай береміз. Бірақ бізден сұраған кезде біз тағы да қисықлай кетеміз. Көрдіңіз бе? Сонда мен оны 3 жылда бір рет жіберемін бе, 5 жылда бір рет жіберемін бе, маған анық айқын болу керек. А мына жерде ешқандай айқын болып жоқ. Мен алғанда бір жолы мына кісіге айтамын, сіз биыл барасыз деймін, сіз оқып келесі жылы тағы да мен сіз барғым десем айтады, неге барамын, бармайын дейді. Өйткені менде кейде мысалы мен гимназия бойынша айтып отырмын. Географ біреу-ақ, химик біреу-ақ, биолог біреу-ақ деген сақылды. Ол кісіні мен қайта-қайта жіберсем айтады, мен неге қайта-қайта жібересіз дейді. Жоқ, енді нақтылық болғанда қазір ойлап қарасың курсқа действительно көбейтетін ғой, 2 күн бірге курс қой. Енді ол ойлайды, сол курсқа мысалы өзінің бір білім саласында мысалы бір жетілік бір курстарға барады ғой, мен соған бас келіп біліктілігімді арттырдым деп ойлаймын. Сондықтан оның барлығы мен жаңа құрған бағдарлама бойынша курсқа жібердім мұғалімді, специальный бойынша курсқа жіберілді, тәлімгерлік бойынша оқып келді, деңгейлік бойынша оқып келді. Енді келесі аттестацияға барған кезде сұрайды. Мерзімді курсқа сіздің мынау мұғалім пән бойынша бармақты дейді. Пән бойынша бармақты дейді. Енді мен оған айтамын, қысқа мерзімді курсқа пән бойынша барып келуің керек десе, одан мына курстар туралы ғана алдына келеді. Осы жерде мұғалім мен біздің арамызда пайда болады. Сіз бізге неге ондай үлкен нәрсені айтып, мен мына курсқа барып келдім дейді. Ал мен оны мына жаққа барып айтсам, пән бойынша өткен жоқ дейді. Осы ортада жаңағы мектепте жүрген завучты үлкен бір неге түседі. Мен мұғалім білмеймін, мен ана отырған методисіне барып қалай жағдай екенін айтамын. Курстан өте жай ғана жазылған себеп бар деп өйткені курстан өзің туралы біліктілікті арту туралы да білімде ғылым министрлігінің бөлек заңдары бар. Бірақ өзгерту туралы оларға ұсыныс енгізді деген ол сол күйінде қалады. 5 жылда бір ма, 4 жылда бір бола ма, ол басында 3 жылда бір өткізу керек деп айтқан, бірақ ол кірген жоқ. Өйткені ана жағдан өзгеріс енгізген жоқ. Өйткені қаулыларда тұр ол. Жаңағы қалады. Егер ол жететін болса, мысалы өзгерту керек екен, оны бізде жауап бере алмаймыз. Оны мысалы өкілетті органдарда сұрақ беріп, жауап алып беруге тырысып көреміз деген. Сұрақ ретінде беріп отырған сауалға қатысып отырсыздар ғой. Ана жері анықталса дегенді біз әрбіреуіміз сөйлей бергенше бір адам бірнеше нәрсені қатты айналысып жүрсіңдер ғой. Қара сендерді мысалы тыңдайды. Ал бәрі сабақ жиыны жаза бергеннен пайда жоқ сияқты. Жоқ, ұсынысыңызды жазып беріңіз жолға. Мен сол үшін шақырып отырсыз, талқылап, сіз маған ұсыныс айтыңыз деп шақырып отырсыз ғой. Мен сізге ұсынысымды айттым. Мына жерде қайта даярлау және біліктілікті арттыру деген 18 бап деп тұр. Педагогтың кәсіптік даярлауы дейді. Сол жерде нақтылық көрсетілсе. Пән бойынша өту керек пе? Пән бойынша нақты тұрса,
басқа курстар жана жүріп ол жүріп жатыр, ол қажет. нақтылау керек. Мысалы, жаңартылғаным ол сенімсіз қажет. Қазір ол жаңартылған бағдарлама. Критериалды қажет. Өйткені сен бағаны солай қойып отырсың. Деңгейлік дегенді ол да қажет қысады. Қажет қысады. Оны да оқып алды талай мұғалім. Енді немен тағы да қажет қысады. Олар қажет. Оны не білек оқып алып, енді ол ертең қайтадан барып жаңартылған болмаймыз ғой. Бұл пән бойынша деген, қысқа мерзімді дегенді 5 жыл сайын өтіп отырмыз, 3 жыл сайын өтіп отырмыз, 2 жыл сайын барып отырмыз. Оны жаңа сізге айтып өттім ғой, аттестация ережесі бар бөлек, осы өзгерсін. Енді һәм біліктілікті арттыру деген бар. Қараңыздар, әлде заң көшке кейде дегенде бір педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру туралы деген тұр. Сол жерде қарасаңыз, қағаздарда өзі керек екен, қалай өзі керек екен, қалай болып қағаздардың бәрі жазып тұр. Ал оған өзгерту енгізілгенде, ол өзгерту енгізсе, ол бөлек мынадан басқа жаңа мен сізге көрсетіп өтейін, экранға қарасаңыз, өзінде сол себебі ашық үкімет портал деген бар бізде. Осы жерде өзінде қарасаңыз, заң мен ереженің айырмашылығын біліп алуымыз керек. Заң бірнеше әрекеттерге басымдық беретін негізгі құжат. Енді бірнеше әрекеттердің өзіндік іс-әрекет ережелері шығады. Сондықтан біз ақталады деп ойлаймыз. Мысалы үшін жаңа тағы жерде тура осы нәрсе бар ғой, жаңағы көңіл сұлуға қалса. Заңда оның бүкіл бір айтылмайды. Заңда білім алу құқығы болды. Ал білімді қалай алу керек, қай уақытта алу керек, қандай алу керек, ол ережеде. Мен сендерге білім алуды көрсет деп тұрған жоқпын. Мен сендерге мына жерде кішкене нақты оқылды. Әркеле шығып болғаннан кейін, әркеле шыға берсен. Жоқ, соған беру ретінде талқылауға ұсынысыңыз беріп, міне жерде. Пәндік дегенді нақтылау керек. Басқа оқытардан пәндік ол міндетті дегенді енгізу керек. Және оның уақыты мерзімі көрсетілсе. Енді міне жерде сол ашық порталына кірсеңіз, міне қаулы постановление, сол ішінде міне жерде заңға түсіндіреді. Қандай заңға өзгеріс енгізіп, мынаны көшіріп алсаңыз, соның біраз жағдайға тайға болып қалады. Міне жерде жаңағы несі барлығы тұр осы жерде. Ал сіз жаңағы педагогтардың жаңағы аттестация жөнделеміз ғой. Аттестация қайта баяндау. Сонда мысалы міне жерде мысалы мынау әлде түскен заң кейде дегенде тұр, поисқа кіріңіздерде сол жерде жазсаңыздар, сол жерде қуанып тұр осы жерде мысалы. Енді осы негізгі біздің осы талқылаудағы басты мақсатымыз бұл жерде біз заңның ертең мысалы ол үкіметке ұсынылады, үкіметке дейін жаңағы парламентте талқылауға барады, сол кезде осы ұсыныстардың барлығы ескеріледі дейміз. Сондықтан сіздер өздеріңіздің ұсыныстарыңызды мысалы жазбаша түрде қалдырып, соған мысалы жауап алуға болады. Қуанышты демекпіз. Қай жерде өте дұрыс, бұндай қызу пікірталастар болған өте орынды. Философияның бір аталағында айтылады ғой, без противоречия развития не бывает дейді. Қарама-қайшылық болмаған жерде даму болмайды дейді. Сондықтан осындай қарама-қайшылық пікірталастар болған дұрыс. Екіншіден, бұл қажетті әрекет. Өйткені бұндай заң осы 27 тәуелсіздік тарихында болып көрмеген. Сондықтан бұл өте орынды. Енді жаңағы мені айтып кеткен аслада маусым айына дейін менің ойымша уақытта мүмкіндікте бар деп ойлаймын. Сол себептен осы заңға заң жобасында мынандай форматтар орын тапты. Мысалы жаңа әріптесім айтып өтті, Астана қаласының мұғаліміне арнайы статус енгізіп, оларға 25% үстемақы төлеуді.
дұрыс шығар, енді Астана дамып жатыр, Астана өркендеп жатыр, Астананың халқы да, Астананың мұғалімдері солай болу керек шығар. Мен өз басым оған дауым жоқ. Енді осыған қоса мен айтар едім. Қазақта мынандай сөз бар, мына шекара тақырыбына байланысты. Елдің шетінде желдің өтінде деген. Мысалға біз өзіміз Шығыс Қазақстан, соның ішінен Тарбағатай ауданы шекаралы ауданға кіреміз. Көршілес Қытай мемлекетінің шекарасы ауданы. Мен осыған өз басым айтар едім, және бұл осы сол уақыттағы айтып жүрген бақыланып жүрген өзекті мәселелердің бірі, осы шекаралы аудан мұғалімдеріне арнайы бап қосса. Өйткені басқа жерден қарағанда, сол жаңағы Астанамен салыстырғанда, Алматымен салыстырғанда, шекаралы емес ауданнан қарағанда, жаңағы айтқандай жердің шетінде, желдің өтінде шекарада жүріп қызмет атқарған ол өте ауыр нәрсе. Мысалға бұндай әрекет жалпы әлемдік тәжірибеде бар. Мысалы үшін көршілес Ресей Федерациясында шекаралы аймақтың барлық мемлекет тарапынан еңбек алатын қызметкерлерге мұндай үстемақылар жеңілдіктер берілген. Сондықтан осы алдағы заңда шекаралы аудан мұғалімдеріне әлеуметтік қорғаулар деген арнайы бап болса. Содан кейін іс-сапарлар шығыны тікелей министрлік немесе үкімет тарапынан төленсе деп сондай сөздер енгізілсе. Одан кейін бұл заңның жалпы іске жалпы осындай ғылымға білімге деген құлшыныстың болуы, бұл менің ойымша бұл елбасымыздың 30-ге әлемдегі дамыған 30-дің қатарына кірудегі басты шарттардың бірі. Өйткені біздің атақты қазақтың біртума ғалым атамыз Шоқан Уәлиханов айтып кеткен, мемлекет дамуы үшін оған негізгі екі шарт қажет. Біріншісі тәуелсіздік, екіншісі білім. Біздің алдағы үлкен мақсаттарымыздың бірі білім арқылы ғылымға жету. Және айтып жатыр, осы жобаның ішінде магистратура немесе тағы да басқа ғылыми атақтары бар мұғалімдерге осы заң негізінде қосымша үстемақы төленеді. Қазіргі орта мектептегі мұғалімдердің 50% ғана магистратура, қалғандары бакалавр. Сонда мұғалімдер сол магистратураны қалай айналысады, егер де оларға мүмкіндік берілмесе. Сондықтан менің тағы ұсынысым магистратура оқудың мектептегі мұғалімдерге қашықтық немесе сырттай бөлімі ашылса деген арнайы тармақта енгізілсе. Ер мұғалімдер оны жаңа айтып өттім. Мысалға мен жаңа басында айтып өткен сөзіме тағы да қосымша айтсам, осы жобаның ішінде болу керек, немесе әлеуметтік желдің өтінде, өзім қазір кішкене ұмытып отырмын. Ер мұғалімдерді мектепте қызмет етіп жүрген жас ер мұғалімдерді әскерден босату немесе әскерге баруды кейінге қалдыру деген сөз бар екен. Міне осы сияқты ер мұғалімдердің санын көбейтіп, осы сияқты әрекеттерді көбейту керек. Енді жаңа біздің осы белгілі белсенді әріптесіміз Айман Самедова өте жақсы айтып өтті, жаңа мұғалімдерді жаңа 7-11 топ бойынша екі қазақ бір-біріне қарама-қайшы келіп тұр. Бұл сияқты бір-біріне қарама-қайшы келіп тұрған баптар өте көп. Оның бәрін айтсақ, мына жерде кішкене дауыс кетуі мүмкін, және уақыт керек болуы мүмкін. Менің ойымша, мына заңның тілі өте кішкене ауыр жазылған, немесе орысшадан қазақшаға сәл кішкене түбіне жетіп аударылмаған. Бізде сондай бір кемшілік көп. Біздің Қазақстандағы кейбір заңдардың тілдері осындай әрекетшілік. Мысалға біз өткенде не екенбіз бір тармақты жаңағы талқылап өттік. Мысалға 6 баптың бірінші тармағы. 6 баптың бірінші тармағы. Педагогтың мысалға 6 бап бүйтіп жазылып тұр. 6 бап педагогтың ар-намысы мен қадір-қасиетін қорғау дейді. 6 баптың бірінші тармағы. Педагогтың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге құқығы бар дейді. Осы сөз ғой ма? Педагогтың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге құқығы бар. Меніңше педагогтың ар-намысы мен қадір-қасиетін құрметтеуге құқығы немесе құрметтеуге деген сияқты бір жаңа Гүлнұр әріптесім айтып өткенде кішкене құлаққа жағымды жүрекке жұғымды болса. Сонда мен бұдан қорытындыға келемін. Бұл жобаның кейбір сөздері орысшадан тауып аударылған, немесе қазақша жаңағы адамға жұғымды берілмеген. Сондықтан бұл
жоғарғы ішінде кейбір сөздерде тағы да қарап шығуды талап етеді деп өз басым ойым. Алло. Бізге мына Астана қаласы ата-аналар қоғамдастығының төрайымы Умарова Гүлнар Мансұрқызы табылып берді. Саламатсыздар? Саламатсыздар ма? Заңды қазір сіздер талқылап жатсыздар, мұғалім қауымы болып, бірақ бұл мәселені түрде ата-аналар тарапынан ұсаңыздар көзқарасыңызды. Өйткені ешқандай заң жүзінде ұстаздың мерейін, статусын деп көтеру мүмкін емес. Ол ең басты үйдегі, отбасындағы, жанұядағы тәрбиеге байланысты. Бұрынғы уақытта біз білеміз, қаншалықты мұғалімнің мәртебесінің жоғары болатынын. Өйткені ол үйдегі тәрбиеге байланысты болды. Сондықтан ең басты балаларды біз үйден мұғалімді шын мәнінде бір тыртып, мұғалімге бас иіп, оның біліміне, тәрбиесіне көп көңіл бөлсек үйдегі баланың. Жалпы осы заң деген дұрыс қой. Келген заң орындалса ғана, онда ғана ол қорытынды бір көрінетін болады. Сондықтан қазіргі бағдарлама бойынша қаншалықты ата-аналар түсінбейді. Өйткені мұғалімге жағдай жасалмаған. Сондықтан бұл заңда да кез келген жақсы реформаларды шын мәнінде жұмыс істеу қажет. Балалардың методикалық құрал жабдығы болсын, басқасы болсын, ол Назарбаев зияткерлік мектептерінен жай мектептердің жағдайы бірдей болмаса да оған жақын болу керек. Сонда мұғалімнің шын мәнінде творчествосын ашып көрсете алады өзінің еңбегін. Күнделікті сабақтарда біз көріп жатырмыз мұғалімдер қандай қиыншылықтармен кездесіп жатқанын. Әрине өзгеше балаға жаңа қойған бағдарламамен білім беру өте қиын оларға. Сондықтан қазір министрлікте айтылып жатқан мүмкіндіктерді ауыл мен қала арасында айырмашылық болмас. Шын мәнінде цифрлы Қазақстан деп жатырмыз. Интернет барлық жерде ғаламтор жоқ, мүмкіндіктер шектеулі ауылдың мектептерінде. Сондықтан осы мәселеге көп көңіл бөлсе, егер заң бойынша баланың саны 25 болса, 25 болып, барлық методикалық құралы, жабдығы, ғаламторы дұрыс болып, сонда мұғалім басқа мәселелерге көп көңіл бөлмей, тек қана білім мәселесі, білім беруге көбірек көңіл бөледі. Содан кейін біз намысшыл, адалдық, ұрпақ тәрбиелейміз десек, онда тек қана мұғалімнің мәртебесін шынайы көтеруіміз қажет. Ол сөз жүзінде, не қағаз жүзінде болмау керек. Өйткені әрбір ата-ана соған мүдделі болу керек. Интернеттің тек қана жағымдылығын алу керек. Қазіргі уақытта мысалы желілерде өте жиі көріп жатамыз. Ана мұғалім баланы ұрып тастап, мынау болыпты. Оған тыйым салу керек. Әрине, оның жүйкесі тозған, өйткені мен білемін, мысалы 30 жыл жұмыс істеп жатқан мұғалімдер бір демалыс адам сияқты демалмаған, санаторийге бармаған, басқаға әрине демалады ол керемет, бірақ сол демалыстың дұрыс пайдалану қажет, дұрыс ұйымдастыру қажет. Егер демалуға шетелге шығып мүмкіндігі болса, онда ол балаға дұрыс тәрбие бере алады, дұрыс білім бере алады деп ойлаймын.
Sonuçta осы заң шынайы заң болсын. Оларға үйде де, бізде де дұрыс тәрбие берсек, сонда ғана мұғалімнің мәртебесі биік болады деп ойлаймын. Алдыңғы мен ойларымды жеткіземін, сондықтан мен ата-ана ретінде осы баланың тәрбиесін, үйдегі баланың тәрбиесін көбірек көңіл бөлсін деп өзінің ниетімді білдіргім келіп отыр. Пікіріңізге көп рахмет. Сізге де жақсылықтар тілейміз. Ата-ана ретінде өзіңіздің жеке пікірлеріңізді, ұсыныстарыңызды білдіріп жатқаныңызға рахмет. Рахмет. Сізбен байланыс болған бұл Астана қаласының ата-аналар қоғамдастығының төрайымы Омарова Гүлнар Мансұрқызы деген кісі. Енді бізде басқа айтарларыңыз болмаса, енді бір бізге басқа қуанышты сұрақты. Енді мен өз басым ойлаймын, бұл енді осы 27 жыл тәуелсіздік жылдарымызда мына заң тұрмақ, ата заңымыздың өзі екі рет шықты ғой. 93 жылы бір рет шықты, содан кейін ол заман талаптарына жауап берілмей, ата заңы 95 жылы қайтадан қабылданды. Сол сияқты ол ағылшынның атақты тарихшысы Томас Сойердің айтқаны бар екен. Заң адамды бағындырады, заңды ақыл бағындырады. Сондықтан бұл мұғалім мәселесі туралы заң шыққан менде келешекте оған біздің айтып отырған барлық қажеттіліктеріміз толықтырулар мен өзгертулер ретінде кіреді деп есептейміз. Бәрі өзі уақыт орнымен келеді ғой. Ең бастысы бұл заңның бізге көп артықшылықтары да бар, жақсылықтары да бар. Елбасымыздың өзі араласып мұғалім мәселесін көтеріп жатыр. Сондықтан дәл алдағы уақыттың еншілерге боламыз. Енді қазір бізбен байланысқан Астана қаласының кәсіпорын қаржы директоры Аясен Ахметов отыр екен. Алло, саламатсыздар? Алло. Заң бойынша мен қашықтан айтып едім, бұл заңның оған дейін біздің қолданыста жүрген бірінші туралы заңға, құқық туралы заңға еңдіп көтерілісіне сондай-ақ зейнеткерлер жасқа байланысты жатыр. Біздің зейнет туралы заңға бәріне өзгеріс енгізуге қауқары жете ме? Олардың белгілі тармағын өзгертіп осы заңға бейімдей аламыз ба? Егер басқа заңдармен осы заңның белгілі тармақтарымен сәйкестендіргенде ғана бұл заңның белгілі күшіне күш ашады. Мәселен, ең маңызды кіріп тұратыны бұл заңның қаншалық күші болатын болса, және заңның тармақтарының орындалу механизмінде. Егер басқа заңдарға өзгертулер толықтырулар енгізілсе, осы заңның қабылданғаннан кейін, яғни ұстаздар мәселесі заңының қабылдануына байланысты білім туралы заңның ұстаздарға байланысты тармақтарына қайтадан қарау жүргізілсе, құқығы туралы қарау жүргізілсе, онда бұл заң орындалады. Әйтпесе қатарда көп құжаттың бірі болса, онда ол қиын. Сондықтан маған бұл заңның басқа заңдармен арасындағы байланыс және орындау механизмі қызықтырады. Ол енді белгілі бір деңгейде жаңалықтар енгізіліп шығар. Енді ұстаздар туралы заң анау 2012-ден бері осы бір заң қабылданып, осындай бір бұйрық шықса, енді арманда сөйлескен заман орындалуға енді маған осы заң қабылданғанмен бірге бұл заңның күшінің белгілі бір деңгейде болуында, облыс әкімі аудан әкімі бұл заңның басқа бір заңды көндіруін тапсырса, жалпы қарама-қарсы заңдар көп
bir zamanda kanal boyunca kanal boyunca kenarda yol çıkardı. Sonuçta mesele sen bu doğru da. Rahmet. Енді бұл жаңағы бұл кісінің айтып отырғанда жаңағы біздер бұны талқылап отырған жаңағы заңдағы қарама қайшылықтар болмаса ететін бұл әрине жоба қазір ұстаздардың 30 жылдық зейнеткерлікке қаралып жатыр. Бірақ бұл жоба ретінде кетті. Бұл халықты зейнетақымен қамту министрлігі бар, сонда бар, ұстаздар жаңа 30 жыл тезіркімен шығарғанда оның қаржы жеткілікті ме, немесе жетпей ме деген сияқты сұрақтар туындайды. Сол сияқты бұл жоба әлі де өзгереді. Өйткені біз көп жерде жаңағы сұрақ жауаптар жүргіздік. Сонда мысалы зейнет жасына қатысты мысалы біреулер 50-55 жаста зейнетке шыққысы келеді. Енді біреулер жоқ, біз ары қарай істей берсек деген сияқты тағы басқа. Кеше ғана президент министрлігінде де сондай сауалдар болды ғой. Мысалы көп адамдар мысалы зейнетке шықса да сол басшылық қызметте ары қарай ауыспай отыра бергісі келеді. Сол себепті мысалы кейбір зейнет жасының өзгеруге мүдделі емес жақтары да бар. Енді көбінесе мысалы зейнет жасын қолдап отырғандар да бар. Қазір ұстаздардың жұмысы өте ауыр, өз ұрпақ тәрбиесі деген ең біздегі алып қарасақ, ең жауапкершілікті, ең жаңағы білімді және ұстаздардың өзін-өзі жетілдіруді, қайта-қайта жетілдіріп отыруды, шығармашылығын дамытуды қажет ететін, өте қажет ететін жаңағы мамандық. Өйткені өзі еді бар ғой, үш мамандық осы құрайда, дәрігер болу, ұстаз болу деген сияқты. Сонда біздің ұстаздардың қоғам алдында, мемлекет алдында, ұлт алдында жаңағы көтеретін жүгі өте ауыр. Сондықтан осы мәртебелеріңіз әрқашанда асқақтай берсін. Біз бұл жерде заңның кейбір баптарын теріп алып, немесе бізде қарама қайшылықтар туындап отырған, соның себебі білім туралы заңда бола тұра орындалмай отырған баптары, тағы басқа баптарын жаңағы талқылау болатын. Сонымен қатар қазір мысалы бұл заң шыққанмен егер сол заңда мұғалімнің өзі талап етіп шыға алмайтын болса, әрине заң орындалмайды. Өйткені бізде орындатушы жоқ. Кейде айтамыз, заң орындалмайды, бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр, біз тезірекке шығамыз, немесе тағы басқа деген. Енді білім туралы заңда педагог мәртебесі деген бөлімде тұрды ғой. Педагогтарды өзінің қызметімен байланысты, кәсіптік қызметімен байланысты жоқ жұмыстарға тартуға жол бермейді деп тұр. Мысалы сол баптарды алға тарта отырып, өйткені бізде көбінесе WhatsApp-қа болсын, почтаға болсын, әкімдердің сөйлесе шығу туралы, одан жәрмеңкеге шығу деген сияқты бір хаттар келіп тұрады. Сұраймыз, сіздер онда бұл хатқа жаңағы қосымша арыз түрде жазып берсеңіздер бәрі қашады мысалы. Ертең артыма қудалайды, артын тағы басқа әңгімелер мысалы. Біз бұл жерде жиналып білім туралы заңның жаңағы осал тұстарын, немесе жетпес тұстарын, немесе әзірге айтайын деп отырған жоқпыз. Бұл заң жобасы қабылданған жоқ. Осында ұсыныстар болсын, бүкіл республикадан жаңағы білімді ньюс кейзет деген сайтына кіріп қарасаңыздар, білімді ел деген жаңа бір газет бар, сол газеттің сайты арқылы ұсыныстарды қабылданған. Сонда 8 мыңнан аса ұсыныс келіп түсті деді. Ол 8 мың ұсынысын ең көбі осы зейнеткерлік жасына қатысты болған. Зейнеткерлік жасына қатысты, сосын кейін жаңағы осы материалдық бізде жаңағы YouTube желісінде де көп мұғалімдер сұрақ қойып жатыр. Онда жаңағы материалдық, яғни мұғалімнің күнделікті қағаз шығындары, тағы басқа сабаққа қажетті нәрселер алу туралы. Бұның барлығы жаңа заңда көрсетілді, қарама-қайшы тұстарды жаңа айтып өтті ғой. Сонда бұл жерде бізде материалдық базамен қамтылған Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы заңы бар.
сол жерде бірнеше өзгерістер енгізген. Яғни, мысалы, педагогтың ар-намысын келтірген үшін ол жерде арнайы айыппұлдар, сосын жаңағы арнайы тиісті органдардың осы қажетті нәрселердің жабдықтамаса, осынша мысалы айыппұл деген сияқты нелердің барлығы көрсетілген. Енді бұның бәрі әзірге жоба. Бұл жоба енді үкіметке ұсынылады, үкіметтен ары қарай парламент талқыланып, сонда бұл әлі біраз өзгерістер енеді деген сөз. Сондықтан осы қоғам назарынан тыс қалдырмай, осы заңды қарап, оқып, кішкене өзіміздің мәртебемізді, мысалы мұғалімдер өздері көтермесе, өздері жаңағындай ізденбесе, шықпаса, мысалы кейбір отырар кезде қойшы орындалмайды, солай анау деген сияқты. Республика көлемінде бірнеше мұғалімдермен араластық, сонда мысалы қалған мұғалімдер сол жерде соттан тәжірибе жеңіп шыққандар бар, өздерінің талаптарының артында соңына дейін тұрғандар бар. Яғни бізде жаңағы сонымен қатар барлық бұл жерде тағы да айта кететін жай, мысалы мектеп басшылығына да қатысты болған, мысалы көбінесе ана түрік лицейлерінде мысалы мектеп басшылары екі жылдан артық отырмайды, ауыстырып отырады мектептерде екі жылдан мысалы. Бізде заң бойынша 4 жылына 5 жылда 4 жылда бергенде, бірақ 4 жылдан кейін қайта конкурс жарияланбайды, ол директор мысалы 10 жылына, 15 жылына бір орында мысалы отыра береді. Сол арқылы жаңағы осы заңды қарастырып, сол заңда өзгерістерді мысалы толықтырып енгізсе, мысалы 4 жылдан кейін орын босатып, қайтадан конкурсқа түсіп, ары қарай жалғастыру керек болады. Мысалы осындай жағдайлардың барлығы ескертілмейді дейміз. Құқықтарыңызды біреудің құқығын бұзбаңыздар, өздеріңіздің құқықтарыңызды қорғаңыздар, өздеріңіз қорғамасаңыздар сіздер ешкім қорғап әкеп бермейді. Содан кейін тағы бір айта кететін жағдай бізде мысалы кандидаттар туралы. Барлықтарыңыз мысалы кандидат қалалық білім кандидаты мүшесіздер. Ол аудандық, мектепішілік бар, басқалық кандидат, аудандық бар, облыстық бар, содан кейін республикалық қалалық білім кандидаты бар. Енді біз аудандық пен облыстық көтеріліске көрген жоқпыз. Көбінесе республикалық қалалық білім кандидатының жұмыскері, өздерінің сайттары бар, тұр. Туындаған кез келген осы еңбек жауы болсын, басқа да сұрақтарыңыз болса, сол кандидатқа өздеріңіздің хаттарыңызды жазып, тиісті жауаптарын алуға болады. Ол жерде тиісті заңгерлері бар. Біз осы күнге дейінгі барлық жіберген барлық сұрақтарымызға өз деңгейінде жауаптарын алдық. Сондықтан кандидат мүшесі болып отырғаннан кейін, жарнасын төлеп отырғаннан кейін сіздер кандидаттарда жаңағы несіне жүгіндеріңіз абзал күні сіздерді мысалы бірден бір қорғайтын орган кандидат болып табылады. Енді барлықтарыңызға осы уақыт бөліп, келіп, қатысып, тыңдап көріп жатқандарыңызға барлықтарыңызға рахмет. Көп алдағы уақытта тағы бірнеше талқылаулар бола жатар. Өздеріңіздің пікірлеріңізді, нелеріңізді қолда жібересіздер. Оның жаңағы шешім табу үшін тиісті орындарға мен мысалы олардың атқарып отырған мысалы заңгеріміз, бірақ жаңағы осы заңдарды көбінесе ашық түрде тұр ғой, әдет кездес деген сияқты тұр. Сол жерде тиісті кірісіңіздер кетіп, қалаларыңызға іздеп табуға болады. Мысалы мұғалімнің міндеті дегенде бар, шұғыл жіберіп сол жерде министрлігіміз. Соны қарасаңыздар, әрбір пән мұғалімінің, әрбір мектеп басшылығынан бастап міндеттері барлық сол жерде ақпарат жазылған, сол жерден қарап көруге болады. Мұғалім қандай заңды білуге тиісті, бала құқығы туралы, еңбек кодексі тағы басқа